Сәлеметсіздер ме? Менің атым Қарлығаш. Осы Global Trend компаниясының менеджері боламын. Мен сіздерге отзыв туралы айтайын деп едім. 82 жастағы Жаркенттің тұрғыны, Жаркент ауылда тұратын 82 жастағы атамыз қыл тамақпен ауырған рак гортани. Ол кісі 12 апрельден бастап осы бальзамды екеуін таңертең ғана жарты қасық 100 грамм суға, жарты қасықтан арасы 2 минуттан ғана күніне бір рет таңертең аш қарында ішті. Ол кісі мүлдем су да ішпеген, су айран ішіп жүрген, оны да іше алмай қалған. Тамағының ісігі 8 сантиметр болған. Ол кісіні операцияға алу керек болған, химия алып жатқан кісі ғой. 4-ші күні ол кісі тамақ, нан жеген, тамақ лағман жеген. Ол кісі 4-ші күннен бастап. Қазір міне уже бір айдан асып кетті. Ол кісі онкологияда тексеріліп жатыр. Ол кісіні операцияға алмайтын болды. Ол кісінің ісігі 6 сантиметрге кішірейді. Химия алмайтын болды. Уже почти что ол кісіні учеттан шығарайын деп жатыр. Соңген салмағы ол кісінің 90 килограмм болған бұрын. Ол кісі оның кейін ауырғаннан кейін 50 килограмм болып қалған. Қазір 7 килограмм салмақ қосты. Күннен күнге жақсы. 9 майда бала шағасы ол кісінің жиналып талдырғанда сол жаққа келді ғой тексеруге. Сол кезде бала шағасы тойлап шашылық жасаған ғой. Сол кезде ол кісі уже шашылық та жеді. Қазір денсаулығы өте жақсы десек болады. Жақсы денсаулығы ол кісі. Қуанып қазір елдің бәріне бальзам айтып жүр ол кісі. Рахмет.